Hey guys, it's Shakor. Welcome back to my channel. Бүгінгі біздің видеода сіздердің менің каналымдағы самый любимый рубрикаларыңыз ол Back to School рубрикасы. Және уже атынан көріп тұрсыздар, мен өзімнің мектепке арналған канцелярияма обзор көрсететін боламын. Еще я уже 10 классница, старшая классница. Поэтому менің заттарым бастауыштағыдай көп болмайды. Вот так вот. Алдыңғы жылғылардағыдай көп болмайды, потому что 10 класста прям көп зат керек емес екен. Видео басталыс бұрын сіздерге айтып кетейін, біздің мына көшеде, ремонт жасап жатыр, поэтому әртүрлі машиналардың, адамдардың сөйлескен бір-бірлерінің дауысын естіп болсаңыздар, оларға қатты мән бермей қойыңыздар. Сосын тағы да видео бастамас бұрын міндетті түрде каналыма тіркеліп, осы видеоға лайк басу, сонымен қатар менің Instagram мен TikTok аккаунттарымды тіркеуін ұмытпаңыздар. Ссылкалар описанияда болады. Ендеше көп созбай, let's go! Видео басталғанда, өстіп канцелярия обзор жасағанда всегда обществодан бастаймын. Вот, это уже менде үшінші видео, как обзор көрсетіп жатырмын, и опять же обществодан бастайтын боламыз. Это уж как традиция, да, бізде? Вот, осы жылы мен осындай 48 бетті екі обществодан алдым. Екеуі бірдей абсолютно, жол көз бар. Потому что не хотела париться, прям по-любому сыртына ақтан қаптап қояды. Поэтому вот, тургөздерден я могу прям париться, потому что біздің пәндерде ондай қатты сырттан қаптай бермейміз, кейбір тургөз пәндерде. Ну вот они. Мынандай әдемі кошечкалармен принтта. Еще қарасаңыздар, андай, короче. Қалай айтсам болады, короче, үстіне бет жүргізуге болады. Ха-ха, не ну, короче, вот. Бұл екеуі бірдей ақ. Вот, ойбай, міне вот. Бұлардың барлығы тургөз, 48 беттік. Дәл осындай бізде. Міне, көк. Дәл осындай бізде. Қазір я покажу вам. Фиолетовый. Ой, дәл осындай бізде. Оранжевый. И дәл осындай бізде. Фиолетовый, ха-ха. Вот осыншалықты бізде яғни 5 цвет мына жерде, и екекеден сонда бізде 10 штук дәптер тургөз, 48 беттен. И барлығы тургөз, иә, уже айттым ғой. Вот. Келесі ол бізде зат, өте қатты керек зат, ол бізде қап. Мынау қалыңырақ қап, мынау жұқарақ қап. Какая разница, я даже не знаю, но мен көбінесе мынаны қолданамын. Келесі очеркта ол бізде әрине ручка, біз мынандай қап ручка, ой, пачка. И вот еще один пачка ручка. Мына жерде біз уже некоторын алып алдық, мына жерден де жетіп алдық. Қазір сіздерге бұл ручкалардың өздерін көрсететін боламын. Бізде осы ручкада біз мынандай ручка. Вот, короче. Но мына не үшін керек екенін мен түсіндім. Если вы знаете, комментарийға напишите, пожалуйста, просто потому что мынаяқта ни стержень жоқ, ни ештеңе жоқ, и даже непонятно, что надо с этим делать. Ну ладно, мы ничего не сделали. Вот. Және мына коробкадағы екінші біздің ручкаларымыз тұр, ол мынандай обычный кәдімгі көк ручка. Бұл әйтеуір күшті екен, сол үшін алдық біз. Вот. Мынақты қазір анау жабысатын пәлесі. Клей, не знаю. Вот. Пачка ручка алдым. Мен жылда уже өзбілетін жастар всегда разноцветный ручка аламын. Бұл ручкалар өте әдемі жазды маған, поэтому мен алдым. Жақта очередь 10 штук цвет екен. Даже красный мен черный да бар. Но мен сонда да өзіме красный мен черный ручка алдым. Бұлар вообще күшті жазды, тоже маған понравилось очень сильно, поэтому я их тоже купила. Еще мынау бар, вот. Мыналар өте қатты күшті жазды, маған ұнады. Они еще такие тонкие, классные. Мыналар андай немного потолще, но олар жазады нормальненько. Например, фиолетовый. Короче, обычная ручка, просто разноцветный. Андай гелевый емес, неоновый емес, короче, просто обычный ручка. Вот. Келесі очеркта мен андай стикер алдым. Прозрачный стикерлар көбінесе сіздермен TikToктан көрген шығарсыздар, биологияға ардындар, типа суреттің ішіне көп жабыстырып, и соны бастыра салады болды. Очень удобный зат, мен осыны алдыңғы жылда қолданған. Даже сиренчикасы бар, тоже қолдандым. И, короче, өте полезный зат, реально мен вам всем советую, потому что кәдімгідей көмектеседі биологиядан. Келесі бізде зат, ол уже мынандай стикер, разноцветный, вот. Бұл жақта 5 штук цвет бар, көріп тұрсыздар міне. Бұл еще кәдімгідей үлкен, да. Вот. Бұл стикерді мен уже қолданып десеңіздер, потому что заметки атып жазғанға, и вообще бізде қазір күнделік қолдамаймыз ба, күнделік кезет емес па. Сол же по-любому үй жұмыстарын күнделік кезеттен қарап отырғанша мен осы жерден жазып алғанда осы жерге алып кетіп жүремін всегда. Очень удобный зат. Для меня. Вот. Келесі менде ол мынандай линейка пачка. Осындай мынандай сумочка деймін, короче, мынандай, короче. Очень удобно. И вот, мына жерде 4 линейка бізде мынандай транспортир, который мен жылда сындырып аламын, к сожалению. Финалда жап-жапсын қалады. Бұлар үшін маған жылда керек болады. Сосын мынандай 3 бұрышты линейка. Осылар не үшін керек екенін білмеймін, обычный линейка ретінде қолданамын. Вот, тура сондай тағы бір, но побольше. И 20 сантиметрлік мынандай ұзын линейка. Вот, все, обычный кәдімгі заттар. И тағы да мен алған заттар, ол менің пеналым. Бізде қастырын жүрген. Вот, короче, ой-ё-моё. Короче, вот мынандай. Көрінді ма? Короче, осындай переливать ететін русалканың құйрығы сияқты. Осындай әдемі беленький бірақ өзі. Осындай менде пеналчик. Осының ішінде мен сап қойдым міне өшіргіш. Мынандай. Сосын жаңағы екі ручка. Сосын жаңағы тағы екі ручка қызыл мен қара. И мынандай обычный карандаш. Өшіргіші бар артында. Вот. И замазка. И
А вот финал. Осылай, қазір. Всё. И все. Вот. Өзім шок болып қалдым негізі. Не қалай ол деп ше. Короче, вот осындай ақ болды. Все. Ха-ха. Енді вот не істеп жаңа айтқандай 10 класста ондай қатты көп заттар керек емес. Бізге, например, клей керек емес. Кстати, мен айтудың кеттім ғой. Мен текстовыделитель аламын осы жылы. Просто әлі алмадым, ана магазинда болмады, мен барған. Басқасын мен, короче, качественнее более бір жерді білемін. Короче, сояққа барып аламын. Ну вот. Фу, не айтатынын білмей қалдым ғой. Короче, вот, осымен сонымен қатар. Ой, ё-моё. Хотите зацените мой мейк? Видите, какой красивый у меня глаза? Вот. Сонымен видео соңына жетті. Видео соңына дейін көргеніңізге көп рахмет. И всем бай-бай.